Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге осындай өте оңай жасалатын дәмді пирогтардың бірі зебраның ең оңай әдісін көрсететін боламын. Ешқандай қиындықсыз осылай жұмсақ биік етіп сіз де пісіре аласыз. Ендеше бастайық. Барлық керекті ингредиенттер төменде описание бөлімінде жазылған. Осылайша таза табамызға ең алдымен жұмыртқамызды және шекерімізді салып, миксердің көмегімен араластырып, көпіріп 2 есе көбейгенше жақсылап миксерлейтін боламыз. Міне осылайша көлемі ұлғайғаннан кейін микроволновкада немесе бөлме температурасында ерітілген сары майымызды қосатын боламыз және бірден қаймағыңызды да салып жіберсеңіз болады. Қаймағымызды қосқаннан кейін консистенциямызға миксердің көмегімен және тағы араластырамыз. Барлығы біркелкі араласуы қажет. Ендігі сәт құрғақ заттарына да келіп жетті. Разрыхителімізді ұнымызға салып, қасықтың көмегімен араластырып аламыз алдын ала. Содан кейін ғана барып, қоймалжың қоспамызға бірнеше бөлікке бөле отырып салатын боламыз. Және миксердің көмегімен араластырып, біркелкі түйіршіксіз консистенция алуымыз қажет. Мінекей қалған ұнымызды да қосып жатырмыз. Осыдан шыққан қоймалжың массаны екіге бөліп алатын боламыз. Яғни біреуі ақ, біреуі шоколадный болуы қажет. Ол үшін екінші бөлігіне какао қосып араластырып аламыз. Барлығы видеода анық, нақты көрсетілген. Мінекей екі бөлікке бөліп алдық, көз мөлшерімен теңдей етіп. Енді бір бөлігіне какаомызды салатын боламыз. Мінекей екі түрлі қоспамызды дайын болды. Енді осы қоспамызды пергамент қағазы төселген 24 сантиметрлік диаметрі формамызға бір ас қасықтан бірінен кейін бірін салып кезекпе-кезек құйып шығатын боламыз. Достар, видеома лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен кері байланыс мен үшін өте маңызды. Алдағы уақытта оңай деген дәмді рецепттермен бөлісетін боламын. Мінекей қоспамыздың барлығын құйып шықтық, және де піскеннен кейін кескен кезде әдемі болып шығуы үшін осылайша ағаш шпажканың көмегімен жүргізіп шықсаңыз болады. Және де қызып тұрған 170 градустағы пешіңізге бар жоғы 30 минутқа пісіріп алатын боласыз. Көтеріліп, өте әдемі болып шығады. Сәл суығаннан кейін жағын сәл осылай ағаш шпажканың көмегімен ажыратып шыққаныңыз дұрыс. Мінекей форманы шешудемін, өте керемет болып шықты. Қазір сіздерге кесіп көрсетейін. Жұмсақ және өте тіл үйретіндей дәмді болып шықты. Сіз де жасап үй ішіңізді қуантуға кеңес беремін. Видеомды соңына дейін қарағаныңызға алғысым шексіз.